Так, саламатсыздар ма? Мынандай есеп берілген бізде. Яғни параллелограмм берілген, оның ішіне тікбұрышты үшбұрыш сызылған. Бұл жерде мына қабырғаларын теңдей екі бөлікке бөліп тастайды дейді. Яғни мына қабырғасында теңдей екі бөлікке бөледі, мына жақта да теңдей екі бөлікке бөліп тастайды дейді. Енді бізге табу керек, мына x-тің нешеге тең екенін табуымыз керек екен. Так, енді жалпы есепті шығармас бұрын біздер тікбұрышты үшбұрыштың қасиетін бір тоқталып жіберейік. Так, енді қараңыздар, жалпы тікбұрышты үшбұрышқа сырттай шеңбер сызатын болсақ, ол бізде, яғни гипотенузасының центрі, яғни қақ ортасы, ол бізде шеңбердің центрі болатынын білеміз. Так, енді осы жерден бізде мынау r болса, онда мынау да r болады. Ал онда мынау да бізде r болады. Мыналар бізде тең болса, онда тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына түсірілген медианы, ол бізде медиана және ол гипотенузаның жартысына тең болады деп айта аламыз. Яғни мына жерде қарасаңыздар, мына жерде көрініп тұр міне. Так, енді дәл сол қасиетті қолданып біздер мынадан медиана түсіретін болсақ, медиана түскен кезде ол мына екеуі теңдей екі бөлікке бөлінеді дейді. Дұрыс па? Мыналар теңдей екі бөлікке бөлінеді. Осы кезде ол, яғни бұл да медианаға тең болады дейді, былайша айтқанда. Яғни медиананың жартысы, гипотенузаның жартысы ол медианаға тең болады дейді. Так, енді дәл солай шығаратын болсақ, онда бізде мына жер 6 болса барлығы, онда жартысы 3 болады, мына жерлер 3-тен болады. Онда мына жерде бізде 3-ке тең болады дейміз. Так, енді ал мынау барлығы x болса, онда мынаның барлығы да x. Ал жартысы бізде x бөлінген 2 болады. Так, енді қарасаңыздар, бізде мына жақ екеуі де теңдей екі бөлікке бөлінген, мына жақта теңдей екі бөлікке бөлінген. Онда бізде бұл трапеция болып тұр, былайша айтқанда. Енді трапецияның бұл орта сызығы болып тұр. Так, енді трапецияның орта сызығы қалай табылады дейді. Олар екі табанын қосып, екіге бөлетін болсақ, онда бізде орта сызығының мәні шығады. Енді бізде орта сызығы белгілі, онда не істейміз? Бұл жерде біздер, яғни табаны бізде үлкен табан x қосылған, кіші табаны x бөлінген 2. Осы екеуін қосып 2-ге бөлетін болсақ, бізде орта сызығы шығады. Ал орта сызығы ол бізде 3-ке тең болып тұр. Так, енді әрі қарай шығаратын болсақ, бізде 2-ні мына жаққа жіберетін болсақ, оң жаққа көшіріп жіберетін болсақ, онда x қосылған x бөлінген 2 тең болады 6 деген жауап шығады. Так, енді әрі қарай біздер барлығын 2-ге көбейтіп жіберетін болсақ, бізде не болады? 2x қосылған x қосылған 12 деген теңдеу шығады екен. Әрі қарай 3x тең болады 12, осы жерден x тең болады 4 деген жауапты алады екенбіз. Бұл жерде енді трапецияның орта сызығының қасиеті қолданылды.